Наурыз. Бұл тек көктемгі жаңару ғана емес, сонымен қатар өз халқының тарихын еске алуға мүмкіндік береді. Мереке алдындағы күндер қатарында 17 наурыз тарихы күні ретінде атап өтіледі. Бұл күні жас ұрпақтың ұлттық құндылықтарын сіңіру және отан тарихын терең білу арқылы өз елі мен жеріне деген сүйіспеншілікті қалыптастыру үшін ұлттық, тарихи, өлкетану, көркем және әскери музейлерге экскурсиялар өткізу әдетке айналған. 17 марта, день празднования Наурыз мира, мы проводим мероприятие День истории. За последние 5 веков казахский народ пережил более 300 народно-освободительных войн и восстаний, включая декабрь 1986 года, который стал последним аккордом в борьбе за независимость. Кеше көрсек қол жетпейтін армандай, арзандарды бүгін сыйға алғандай, үлес не сенің тегі тер төгу, даңқын қалсын ұрпақ еске алған. Тігіп бастарым, желтоқсанда шықты алаңға жастарым, әр ұрпақты құрмандары жеттілік, дербестікке кім сұрамақ басқа күн. Великая страна, великая история. Прикасаясь к прошлому своей страны, я испытывала огромное чувство гордости. Я рад, что живу на благословенной земле. Перелистывая страницы истории, уходящих своими корнями в глубину тысячелетий, я понимаю, что пройден великий путь от ратных подвигов до мирных свершений. Храбрые батыры, мудрые правители, талантливые жировы, поэты и писатели, воспевшие любовь к казахской земле, призывают нас беречь Родину, уважать друг друга и заботиться о будущем. Я уверен, что в Республике Казахстан светлое будущее. Бурай келіп, тарих егер орайға, тәуелсіздік түсті деме оңайға, бастан өткен шұбырынды ақтабан не көрмеді қазақ елі соны ойлап. Ең ақыды оған төкен қанша батырды олар осы жолдар емес пе, халық жаңғырып атыстарын ғайып көп болған. Тәуелсіздік бабалардың ұраны, бей уақытта қолға таққан ұраны, Бүкіл әлем күрделі сынақты бастан өткерген шағымызда келіп жеткен әз наурызымыз тіршіліктің дәстүрлі құндылықтар аясында бірігіп, игілікті жаңа бастауларға ниет білдірудің нышаны іспеттес ұлыстың күні. Ырыс ынтымағымыз бен бірлігіміздің арқасында бұл қиын қыстау кезеңнен де сүрінбей өтеміз. Қысты көктем алмастырып, күн шығыласына нәр алып, табиғат оянып, адам өмірі жаңа мәнге толатын наурыз айы алдымызда күтіп тұрған көптеген жұмыстарды сәтті жүзеге асыру үшін табиғаттан жаңа күш қуат алып, білекті сыбана еңбекке кірісетін берекелі жылдың бастауы болсын. Әрбір шаңыраққа қыдыр дарып бақ қонсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын.